Аллах қарындасты беруге рұқсат берді ме жоқ па, соны айтыңызшы. Қарындасты ма? Енді менің ойымда қарындас. Сенің ойың басқа ғой, бөлек қой. Сізге қарындас емес та? Сізге қарындас емес қой олар. Қарындас деген ол менің бірге туған бауырым. Қараңыз, немере бауырлар сізге қарындас емес қой да? Енді екі поколение өтіп тұр ғой ол жерде. Ол бөлек қой, трибуниясы. Сендерден қорқайын дедім, шешеңнің амысы кімдер. Сен шешеңнің аты кім? Сен неге балағаттап жатсың? Шешеңнің атын айтып боқтайын дедім де, сен сияқты қотақпастарға. Ёп, твоя мать, мыналардың айтып отқан көрдің Айман аға. Қорқынышты. Бұлар уже екі ата, немереден менің қарындасым емес деп тұр ғой, көрдіңіз бе? Армыз, қалдарыңыз қалай? Айман аға, сіздің қалыңыз қалай? Бұлар азған ғой негізі. Ёп, твоя мать. Менің қарындасым емес деп тұр ғой, көрдіңіз бе? Бұлар енді мына жерде бар ғой, есе Мұхаммед шешесімен жат деп жазып кететін болса, бұлар жататын еді шешесімен. Мұхаммед жазбай қалғанда сол нәрсені. Ёп, твоя мать, қорқа, мен сені кіргізбеймін енді құрсын. Ол өте қиын негізі өте қауіпті нәрсе де. Ёп, айтып тұрған сөзін қарсаңызшы. Бұған түсіндіріп айтып отырсам, олар енді қарындас емес қой енді дейді. Ё, сормаңдай сорлы азғына тәңір нәлет. Азғын десең өкпелейді дейді өтірі ме? Азғына тәңір нәлет. Намысы болып, жүрегі қазақ деп соғып, жетадан ұстайтын болса, Алласына түкіргенім бар, ол заңды мен ұстамайым деп айтса да болатын еді. Мен сразу айтқам. Мен айтайын ба, мен қай уақытта діннен шыққанын білесіз ба? Айтайын ба? Таза атеистпін, мен қай уақытта шыққанымды айтайын ба? Мен Айшаның өзі ағайын ғой, білесіз пайғамбарға. Сондай бір нәрсесі бар дейді ғой негізі. Мен ораған оқымын. Олға Зейнепті айтпай ақ қойын, Айшаның өзі ағайын, оның 6 жаста пергені мейлі, мақұл, персе пергенше, педофил ғой мақұл. Бірақ ағайын болып тұрған, бір-бірімен перісіп атқандарын мен өзім көзіммен көріп, көзім жеткен кезде мен датаға суып кеткем. Менен мықты діндар жоқ Қазақстанда, мен бәрін білемін. Бірақ мен осыларды мынау ұлттық нем жебе жібермей қойды да намысым. Бәріміз сол ғой, Макс. Сол ұлттық намысымыз жібермейді. Осы секілден кетіп отырмыз ғой. Әргі нәрсені андай азғынды естіген соң, ұлттық намысымыз, қазақ аталарымыз ешқандай ондай болмаған, қазағымыз ондай болмаған деп, біз де ондай болмауымыз керек деп, біз де кетіп отырмыз ғой жерде. Мынаның айтып тұрғанын қарсы, двоюродной қарындасы емес қой деп тұр.